Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғаліммін. Бүгін біз сіздермен қышқылдардың химиялық қасиеттерімен танысамыз. Өткен сабақта біз қышқыл және сілті деген ұғымдармен танысқан болатынбыз. Енді оның химиялық реакцияда қандай рөл атқаратынын көреміз. Мысалға, егер қышқылға біз сілтіні қоссақ не болады? Сілті. Яғни қышқыл дегеніміз не? Бұл pH-ы төмен қосылыс, сілті pH-ы жоғары қосылыс. Екі сулы ерітіндіні қосатын болсақ, мысалға, алма қышқылы, және сабын. Сабынның сулы ерітіндісі екеуін қосатын болсақ, олар бір-бірінің қышқылдығын және сілтілігін жойып, бейтараптанады. Реакция нәтижесінде, бұл реакцияны біз бейтараптану дейміз. Реакция нәтижесінде әдетте тұз және су түзіледі. Тұз және су түзіледі. Тұздың, яғни қатты күймес, сулы ерітінді, себебі тұз суда ериді әдетте. Келесі мысалда алатын болсақ, қышқылға егер біз карбонат тұздарды қосатын болсақ, карбонат тұздар, карбонат тұз. Бізде тұз түзіледі, жаңа тұз түзіледі басқа, су түзіледі, және көміртек диоксиді түзіледі. Көміртек диоксиді. Ол не нәрсе, оқушылар? Бұл көмір қышқыл газы. Біз тыныс алған кезде демімізді шығарғанда бөлінетін газ көміртек диоксиді. Алайда бұл газдың сіздер білесіздер, түсі жоқ, иісі жоқ. Сондықтан оны қалай анықтаймыз? Бұның анықтаудың химиялық жолы бар. Мысалы, көміртек диоксидін біз әк суынан өткізгенімізде, көміртек диоксиді плюс әк суы. Әк суы дегеніміз не? Егер де әк тасқа су қосатын болсақ, әк тас плюс су, әк суы пайда болады. Әдетте біз жаңа үй соққан кезде қабырғаларды әктейміз. Әктеу үшін біз әк суын қолданады екенбіз. Осы әк суы бізде қоймалжың зат болады. Ол көміртек диоксидімен қосылған кезде неге айналады? Карбонатқа айналады, қайтадан ақ тұнбаға айналады. Ақ тұнба, бұл тұз. Мысалға, қабырғаларды әк суымен әктегеннен кейін қабырғалар әппақ қап-қатты тұзға айналады. Осы бізде ақ тұнба. Тұнба дегеніміз, яғни қатты затты білдіреді. Егер де әк суына біз көміртек диоксидіміз басқа бір газдарды қосатын болсақ, онда реакция жүрмейді. Және ақ тұнба пайда болмайды. Ал ақ тұнба пайда болса, ол көміртек диоксидінің бар екенінің белгісі. Келесі мысал, егер де қышқылға біз металл қосатын болсақ, онда бізде тұз түзіледі және сутек түзіледі, сутек газы. Бұның сутек газының да түсі жоқ, иісі жоқ. Қайдан білеміз оның сутек екенін? Оның бір химиялық жолы бар, тәжірибелік жолы бар. Егер біз сынауықтың ішінде қышқыл бар, қышқыл, оның ішіне металл бір түйірін салатын болсақ, міне металл тастадық, бірнеше түйірін тастадық, реакция жүре бастайды, және одан газ бөлінеді. Сондықтан газ ұшып кетпес үшін біз бұның аузын жабуымыз керек, түтік шығаруымыз керек. Түтік арқылы біз келесі бір сынауыққа осы газды жинаймыз. Мынау келесі сынауық. Мына реакция нәтижесінде қышқыл мен металдың арасындағы реакция нәтижесінде тұз және сутек бөлінеді. Тұз ерітінді болып қалады осы ыдыстың ішінде, сынауықтың ішінде. Сутек газы көтеріліп, түтікпен мына ыдысқа барып жиналады екен. Осының ішінде сутек газы болады.
және осы сутек газының ішіне біз жанып тұрған шыраны апарсақ, шырпыны немесе, ол пах деген жарылыс тудырады екен. Яғни сутек газы өте қауіпті жарылғыш зат. Сондықтан ол оған шырпыны немесе шыраны апарған кезде ол дауыс шығарып жарылады екен. Оны өте абай мұқият болуыңыз қажет. Енді оқушылар мына қышқыл және сілтінің арасындағы реакцияға мысал ретінде біз антоцитті айта аламыз. Антоцит дегеніміз, егерде мына екі неден тұрады, ант деген антоним қарама-қарсы, ацит дегеніміз ағылшынша acid деген сөзден пайда болған, яғни ол қышқылды білдіреді, яғни қышқылға қарама-қарсы. Қышқылға қарама-қарсы не нәрсе? Бұл сілті. Мысалға, магний гидроксиді бізде антоцит болып табылады. Гидроксиді. Әдетте магний гидроксидін қай кезде қолданамыз? Біздің асқазанымызда белгілі бір қышқыл тамақ, тағам жегеннен кейін асқазанымыз ауыратын болса, біз антоцитті қабылдаймыз, және ол асқазанның флорасын қалпына келтіреді. Яғни ол артық қышқылмен күресіп, оны бейтараптап суға айналдырып жібереді, және судың бізге зияны болмайды екен. Сонда оның үлкен рөлі бар. Мысалға, біз қолымызға қышқыл тиіп кететін болса, мысалға уксус, сірке қышқылы. Біз оны сабындап жуатын болсақ, сірке қышқылын бейтараптап, оны суға айналдырады екенбіз. Сонымен оқушылар, бүгінгі тақырыпта біз қышқылдардың химиялық қасиеттерімен таныстық, 3 мысал көрсеттік. Қышқылдың сілтімен реакциясы бейтараптанып су түзіледі екен. Қышқыл мен карбонаттың реакция нәтижесінде тұз, су және көміртек диоксид түзіледі. Көміртек диоксидін біз әк сумен анықтайды екенбіз, нәтижесінде ақ тұнба пайда болады. Және қышқыл мен металдың реакция нәтижесінде тұз және сутек газы бөлінеді. Сутек газын біз жанған шырпыны әкелетін болсақ, ол жарылады екен. Осылайша біз оның сутек екенін анықтаймыз. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.